Күлейін бе, жылайын бе, Текелі қаласы жаңадан ашылған амбулатория. Былтыр Инстаграм парақшаға осы жер біз ашылдық, халыққа қызмет жасаймыз, дәрігерлер қызу жұмысқа дайындықпен жүрген болатын. Ал бүгінгі жағдайлар міне жабық тұр. Қанша ақша бұл жерге құртылды екен, тек жабық тұру үшін ғана ба? Дәрігерлер ескі амбулаторияда отыр, в тесноте да не в обиде дейді ғой. Ал жаңа аурухана міне сол қара құлыппен жабулы тұр. Неге бұлай? Осы жақында Тимур Султанғазин вице-министр келген болатын Текелі қаласына. Построим новую амбулаторию, все будет у вас чики-чики дед. Вот новые амбулатории у нас, как всегда, закрыты дейді ғой. Ал, осыдан кейін қалай айтпайсың? Миллиондаған ақша қайда кетіп жатыр? Өздеріңіз де білесіздер, былтыр мен әжетхананы түсірген болатынмын. Қанша ақша құртылды, бірақ та халыққа қолданысқа берілмеді. Биыл ол әжетхана түбімен алып тасталынды. Почему біз Текелі қаласының тұрғындары осындайларды көріп тұрып, аузымызды жабуға міндеттіміз? Бұл біздің міне табиғатымыз, бұл біздің әсемдігіміз, бұл біздің балаларымызға берілетін, қалдырып кететін ұрпаққа. Білмеймін, осындай жағдайлар болып тұрған соң, ішін ашиды екен, андай қара құлыптар қашан біздің Текелі қаласында ашылады.